Бүйректі лимонмен 3 күнде қалай тазартамыз? Бұл әдісті қалай жасаймыз? Қалай әсер етеді? Бұл әдіспен бүйректі емдеп, 3 күн ішінде бүйректегі тас, құм, барлық заттарды қалай шығарамыз? Ол үшін бізге кәдімгі 3 лимон керек. 3 күнге арнап 3 лимон аламыз. Әр күнге жаңа 1 лимон. 1 лимонды алып қабығымен кесеміз. Сосын термосқа саламыз. Бәрін 1 литр термосқа салып, үстіне 1 литр қайнаған су құямыз. 1 сағаттан соң біздің емдік согымыз дайын болады. 1 сағат тұнып тұрғасын ішесіз. Жарты кеседен таңғы астан кейін немесе таңғы асқа дейін, обедке дейін, тамақтану арасында ішесіз. Обедтен кешкі асқа дейін 1 күнде осы 1 литр сокты ішесіз. 1 күнде 1 литр сокты бітіресіз. Келесі күнде тағы 2 лимонмен тағы осылай жасап дайындайсыз. Мен негізгі бүйрегім ауырған жоқ, бірақ тәжірибе жасап көрейін деп ойладым. Бастап ішіп жатырмын. Бүгін 2-ші күн. Көп кіші дәретке барғызады екен. Және денеде бір жеңілдік пайда болды. Бұл әдісі өте қатты ұнады маған. Бүйрегімді бір тазартып алдым. Сіздермен бірге жасайын деп достар. Лимон негізгі аллергия бермейді. Көп іше беруге де болады. Кіші дәрет арқылы барлығын, яғни керек емес заттарды, құм, тас барлығын шығарады. Бұл қоспаға қант, мед салмаңыздар. Ештеңе салмаңыздар, осы лимонмен суды ішесіз. Результаты маған ұнап жатыр. Лимон ол бүйректегі қуық жолдарын каналдар арқылы өткізіп, яғни лимон қышқылы тазартып шығарады екен. Қуықтағы бүйректегі бактерия, вирус, микроб бәрін өлтіріп кіші дәрет арқылы шығарады. Бүйрегімізде қуықта, несеп жолдарында тұрып қалған тас, құм және тағы басқа заттарды алып шығады. Лимонның қышқылымен ағзаны күшті дезинфекция жасап аласыз, тазалап аласыз. Иммунитет көтеруге де жақсы, тұмаудың алдын алуына да жақсы. Яғни иммунитетіңізді мықты қылып көтереді және вирустарды барлығын өлтіреді. Бұл әдіс ең қарапайым, бірақ та ең жақсы әсер ететін әдіс. Егер бұл әдіс ұнаса, комментарияға өз ойларыңызды, осы видеодағы көргендеріңізді, өз нәтижелеріңізді жазып кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер достар. Рахмет көп тамашалағандарыңызға. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашанда аман жүріңіздер.